Söndür. Ne mынау? Не мынау? Қаражай, көктем қайнылайын. Көктем ғой. Боранның музыкасы қосып қойғандар не? Дұрыс қой. Мұхтар Шерім ағамыз желтоқсан айында дүниеге келген. Олай емес. Өзім айтам. Дайынсыздар ма? Сценарий бойынша. Дайынбыз. Сана. Мен бірінші тұрам не? 9571. Алай бұл. 9071? 9571. Қой, ол деген 60-та ғой. Шатасып кетті қыз. Сен ана басында тұрасың ғой, айналайын ау. Кеш айттым ғой, сен шатасып тұрған. Бір ана қабар. Сен міне қабар. Мен міне қабар. Осылай. 1975 дейді. Сен нағыз бөлдің ойналайды. Не о? Қай заманға кетіп қойды? 60-та болса қалай 75 болады? 60-та өзі. Екеуміз шатасып кеткенбіз. Сіз арзағына барасыз ғой. Енді 1957. осылай болу керек. Осылай болу керек. Ал ендеше өзімізді таныстырып қоялық. Танысамыз. Мен мынау қақаған қыста енді туылайын деп жатқан сол сатирик жазушы Мұхтар Шерімнің кейіпкері Мижбан деген мен болам. Бәрекелді. Ал мен дүние есігін желтоқсанда жылап емес, күліп ашқан сатира снайпері Мұхтар Шерімнің көңілді кейіпкері Тіжбан дейтін мен болам ағай. Тоқтаңыздар. Мен түсінбей жатырмын да. Мына жақта көктем. Біз неге боранның музыкасымен шығып сандарды алып шықтық? Енді ол былай ғой, саған түсіндірейін. Сол Мұхтар Шерім қақаған қыста туылған. 57 жылы. 2017-те 60-қа толған. Сода 2018 ғой, Ақтөбе қаласында Екезу театры тойлатып жатыр ғой, көктемде. Солай екен ғой. Солай. Кешіресіздер. Мен өзімді таныстырмаппын ғой. Күлкі генералының кейіпкері Тәпек едім. Бәрекелді. Не о? Тәпек аға? Біліп қой, сатирик желтоқсанда туылғанменен күлкі күні 1 сәуірді жалпы күлкі шуағын шашқан көктемді жақсы көреді. Патсан, сен өзің кімсің айтады? Күлкі маршалы аттағын алған Мұхтар Шерімнің Әпек деген кейіпкері мен болам. Ендеше күлейікші Мұхтар-ай! шақырамыз ағайын, құрып кетсін қайғымың жер бетінен. Күлейікші Мұхтар деп шақырамыз.
1957 жылы 12 желтоқсанда қазақтың көрнекті жазушысы, Қазақ әдебиеті газетінің лауреаты, Шона Смаханұлы атындағы сатира бәйгесінің бас жүлдегері Мұхтар Шерімнің дүние есігін шиқ еткізіп ашқанын хабарлаймыз. Айгүл Хамитовна деймін. Айгүл Хамитовна. Аурухананы басына көтеріп. Сіз білесіз бе? Жаңа ғана туылған сәби торқылдап күле береді. Не дейді? Жаңа ғана туылған сәби деймін. Торқылдап күле береді деймін. Айналайын, тұра тұршы, асықпай айтшы, жаңа ғана туылған бала күле береді деймісің? Айгүл Хамитовна, сіз күте тұрыңыз. Ешқайда кетіп қалмаңыз, жарай ма? Кетіп қалмаңыз, жарай ма? Мыналар бар ғой, сау адамды жынды қылады мыналар. Жаңа ғана туылған бала қалай күледі, қалай күледі? Жоқ осылай. Біреу күле ме? Айгүл Хамитовна, айттым ғой сізге. Міне, жаңа ғана туылған сәби. Берші, өзіме қарайын, берші. Не дейді, күледі деймісің? Я күледі деймін. Біреу күле ме? Айттым ғой күледі деп. Күліп жаңа ғана күліп жатыр. Ойбай, мына бала шынымен күледі екен. Гүлзат, мына баланың күлкісі тегін емес. Тегін емес. Бұл бар ғой, өскенде мықты сатирик болатын шығар. Болса болатын шығар. Шешесі қайда бұл баланың? Палатта? Онда бұл қарнашқана жылаудың орнына күліп жатырған болды ғой. Мен барып еміздіріп келейін. Еміз келіңіз. Барып еміз келіңіз. Байқаңыз. Ендеше, күлегеш баланы еміздіріп келгенше, болашақ сатириктің әзілін тамашалайық. Шақ келдім ғой мына жерге. Мына жерде бір больница ашылды деп еді, соны іздеп келе жатырмын. Пластикалық операция жасайды, алайын деп едім ғой. Мына, енді пластикалық болғанда мен әдемі болайын деп жүрген жоқпын. Бетімді өзгертіп алайын деп едім. Әртіс емеспін. Тек бұлай, халықтың алдында қысылмай жүрейін дегенім ғой, ұялмай. Емін еркін жүргім келеді бұлай. Халықтың алдында. Осы жерде деп еді жаңа. Оңбаған, тұрсын қара, өтірікті бөсіп, халықтың алдында, елдің алдында деп қойды. Адам не? Ой, кешіріңіз. Танымай қалдым. Ужас, аумайды екенсіз. Ужастан ба? Жоқ. Біздікінен? Біздікін кім? Байыңнан ба? Жоқ, аяқта байым. Біздің ана. Ауылдың әкімінен аумайды екенсіз. Осылай әкім пакет ұстап көшеде жүре ме, ауылыңның? Жоқ, мұны артыңыздан қарағанда кекпіңізді кейіп, пакет ұстап тұрғанда аумайды екенсіз. Кесіз. Сен кейін сау ма? Неге доң? Оқсағанда не, ұрасындар ма осылай не сабап? Ұрақтап ұрып атырмыз ба? Мына газетке былай деп жазып қойды мұнан қара. Не жазып қойды? Біздің ауылда жемқорлар жоқ, жемқорлар тұрмайды деп жазып қойды. Жақсы ғой тұрмаса. Неге тұрмайды? Неге тұрмайды? Тұрғанда конкретін тұрады. Маңдайды айыр. Кешірім. Именно біздің әкімге не ұқсайды сен? Именно сол әкімге не ұқсайды деймін? Адам ұқсай береді ғой. Маңдайын жазып өйт. Кешірім сөйлеймін. Жындысың ба сен? Бар неші бар? Бір рет ұрайыншы. Тас етіп бір рет ұрайыншы. Мен саған мешокпын ба не? Бір рет ұрайын. Болмайды барыңыз. Жарайды, жақсы. Бергеніңізше,
бір сұрап жіберейін деп едім. Не сұрайын деп едің? Ана жер тұра берші. Айта бер. Больница іздеп жүрмін, больница. Больница жүрсің ба? Пластикалық операция сатып алайын деп едім. Пластикалық. Мен әртіс емеспін. Әртістің ба? Әртіс емеспін. Күлме, не күлесің жамау? Ана көрдің ба? Көкзабырды. Содан былай айналып жүресің. Содан ана көк есік бар. Оған кірме. Айналып міне анан кіресің. Сосын былай жүресің, айналып келесің. Былай, атаңның баста бас. Ей! Жынды. Жынды. Ну не білем, ішіп алған ба, шегіп алған ба? Тал түсте адам сабап. Бұндайлар сотқа беру керек қой. Жөнін айтпай, адам салып келді. Оңбаған. Соттату керек. Өздерін соттату керек, өздерін. Тұрсын қарса, үй olmay, осы ауылға газ жүргізем деді, свет жүргізем деді, бәрін алдап кетті, оңбаған. Ойбай, шырағым, ана шаққыңның артыңнан қарағанда, ана біздің ауылға газ, свет жүргізем деген тоның бастығынан айнымайды екенсің, Көзіңізге қарамайсыз ба байқап? Танымай қалдың. Ойбай, айнымайды. Қара жанмайсың. Өздеріңе қарап жүрмейсіздер ма? Оны ауылдың бәрі ұрғысы келіп жүр. Елдің бәрін алдап кетті. Бір ұрып алайын ба, айнымайды екен, өшімді алып алайын. Қойыңыз. Айнымайды. Неғып жүрсіз? Неғып жүрсіз? Колонкаға суға баратыр еді. Барыңыз. Алшы қаншал. Жөніне келмейді осылай адам. Осындайдар. Сен шошынғансың ғой. Сен ана төбеңнен қорғасын қойып ұшықтау керек. Ана біздің кемпір емдейді. Кел, ертең. Колонка қай жерде? Білмеймін, колонканы жақта шығып барсаңызшы бар. Айнымайды. Осындайды кесіріне ғой, операция жасатайын деп жүрген. Артыңнан қарағанда аумайсың деп. Артым бәле болды осы менің. Өткенде артың деп қоймағыз, мен жаныммен жүрдім бұлай бүйтіп. Базарға келіп келе жатыр едім. Мына жақтан біреу қарап атырдым, мына жақтан қалпа қатындар жабылып кетті сол жерде. Ұрып атыр, оңбаған, осы ақша жинап жүргендей. Мен емес деп атырым. Бір әйел танып қалды ішінде. Ойбай аға, кешіріңіз деп атыр бір кезде. Тоқтаңдар, ол емес деп. Кешіріңіз аға, сізді жаныңыздан қарасақ, біздің мектептің директорынан аумайсың дейді. Білмеймін, жаныммен де жүре алмаймын осы күн. Үйге барсам, итім де танымайды осы күн. Бас киім шешіпті, осы бас киімнен бәле қалдым мен. Мына бас киіммен тұрғанда жүрді. Көзілдірігімді киіп алайыншы. Осы жақсы. Көзім жауып, больницама жетіп алсам, операция жасатып алам. Вау! Сосын жүрем, рақат көшеде. Күйдіреді. Мен шеттей бала шаға, мен үйде отырмын. Мұнда болса әп-әдемі қаңғып жүр ғой, Больницаға кеттім дедім ғой. Көке, қайдағы больница? Қайдағы больница? Сен сөйлемеші. Операция дедім ғой, операция деген. Қайда барасың? Үйге баратым. Күйдіреді. Бетіме қара. Үйге барам болды. Бетіме қарайтын беті жоқ бұның. Үш санайым. Бір. Үш. Ойбай, сән бір таға. Кешіріңіз ағай, танымай қалдым ағай. Аумайды екенсіз ағай. Тура менің ана қан баспаймын аумайсыз. Артыңыздан қарасам, аумайсыз. Артымдан неге қарайсыңдар?
Ardımdan qaramайсың ба? Ойбай ағай, кешіріңіз ағай. Танымай қалдым ағай. Төбемді қойып жібересің ғой. Кешіріңіз ағай. Тығылаң кіріп кетті анау. Салыңыз ағай. Кешіріңіз ағай. Есің дұрыс па? Не бәс болып тұрсың? Кешіріңіз ағай. Салыңыз ағай. Салыңыз ағай. Есалаң. Бәсе біздің қатын ағып жеп-жегіл болып кетті дейм. Қаңғыбас деген дауыс аумайды екен тіпті. Мініп айтса түспейтін бірі болып кетіпті бар ғой. Төбемді қойып жібересің. Бачки деп әлей болып қосшы. О! Менде қазір, міне, сақал бар. Осы сақал тағып алам. Міне, театрдың кеше жігіттерін жасатып алып едім. Бұл жерде жүре алмай, өткенде. Осыны киіп алам, енді ешкім танымайды мені. Танисыңдар ма? Танымайсыңдар ма? Танымайсың. Қайсы кел. Қазір. Танымайсың мені. Кімге ұқсаймын? Артыңа қарашы, артыңа. Артыңа. Аумайды. Кімге? Қаңғыбас? Қаңғыбас па? Ой! Алло, полиция. Мен жаңа көшеде келе жатсам, кешегі біздің жындыханадан қасып кеткен жынды алдында тұр. Мен жынды емеспін. Жыншал. Мен жынды емеспін. Сақалы бәрі аумайды, өзі сол алдында тұр. Мен мына сақалды керек десем жұрттайын. Ойбай, мынау сақалын жұртса да тез болсаңдар кесіңдер. Жынды емеспін. Бұл жынды. Жынды емеспін. Сахнада Нұрлан Бегайдар. Ассалаумағалейкум. Тәтті қыз нәзік еркем, жіберсеңші жазып еркем, ғашықтықтың дертінен мені. Айдай сұлу асыл еркем, құтқарсаңшы ғашық еркем, махаббаттың өртінен мені. Алты құрлық арасында сендей сұлу бір қыз жоқ, жер мен көктің арасында жаным сенде жұлдыз жоқ. Алты құрлық арасында сендей сұлу бір қыз жоқ, жер мен көктің арасында жаным сенде жұлдыз жоқ. Ей, сенде жұлдыз жоқ. Жан екенсің тым әдемі, ғашық еткен мына мені, өзгелерден өзіңнен дара. Ақ жүзіңнен арай көрдім, қайта қарай бердім, махаббаттың көзімен ғана. Алты құрлық арасында сендей сұлу бір қыз жоқ, жер мен көктің арасында жаным сенде жұлдыз жоқ. Алты құрлық арасында сендей сұлу бір қыз жоқ, жер мен көктің арасында жаным сенде жұлдыз жоқ. Ей, сенде жұлдыз жоқ. Көркем сұлу еркем, сүйкімді қыз сүйкімді, сүйкімді қыз сен аңсаумен бұздым талай ұйқымды. Гүлдей көркем сұлу еркем, сүйкімді қыз сүйкімді, сүйкімді қыз сен аңсаумен бұздым талай ұйқымды. Алты құрлық арасында сендей сұлу бір қыз жоқ, жер мен көктің арасында жаным сенде жұлдыз жоқ. Алты құрлық арасында сендей сұлу бір қыз жоқ, жер мен көктің арасында жаным сенде жұлдыз жоқ. Ей, сен
Қайырлы кеш, Ақтөбе. Жаңа ғана орындалған ән айтыскер ақын Иранғайып Күзембаевтың сөзіне жазылған өнердегі досымыз Данияр Сағынтаевтың әні болатын. Келесі орындалатын ән жергілікті сазгер ақын Айбек Иманбаевтың әні Сезім сыры. Қабыл алыңыздар. Мереке құтты болсын, ағай. Көңілдеріңіз отырайық, Ақтөбе! Жабырқаймын сағынғанда сені, жүрегім бар жүрегімнің теңі, махаббат ол ғашықтардың елі, ай, гүлім, жаны нәзік жұпарым ол гүлім, тебірентті еркелеген үнім, жадырайды сенің көркем жүзің. Қол жаным, аралайық ертегілер бағын, сезім қайда лаулаған жалын, жаным, бірге шырқап қашықтардың әнін, жыр кәусәрін тарту еттім бәрін, қарсы алайық махаббаттың таңын, жаным менім. Жабырқатпай келші, қылығыңмен құшағыма енші, бізді күткен келешекке сенші, ай, жайна, қырда өскен қызғалдақтай жайна, тәтті сезім шырынына бойла, барқыт түнде мені бір сәт ойла. Жаным, аралайық ертегілер бағын, сезім қайда лаулаған жалын, жаным, бірге шырқап қашықтардың әнін, жыр кәусәрін тарту еттім бәрін, қарсы алайық махаббаттың таңын, жаным менің. Қол жаным, аралайық ертегілер бағын, сезім қайда лаулаған жалын, жаным, бірге шырқап ғашықтардың әнін, жыр кәусәрін тарту еттім бәрін, қарсы алайық махаббаттың таңын, жаным менім. Тамаша, мереке құтты болсын, ағай. Рахмет. Бір 1964 жыл, 1 қыркүйек. Бала Мұхтардың мектеп ауласында ол кезде рұқсат етілмеген спорт түрі ләңгі теуіп жүргенін хабарлаймыз. Мұхтар, жатсайлымыз. Не істеп жатсың? Тұр. Ағай, жердің жүрегін тыңдап жатырмын. Жердің жүрегін тыңдап жатырмын? Иә. Шалқамен жат тыңдай ма адам деген? Күлкім келеді, ағай.
күлкім келеді, Иә. күлдірем қазір мен сені. Бар, сыныпқа бар, дайындалыңдар. Бар. Дайындалыңдар қазір мен барғанша. Осы бала, осы Мұхтар бір ғой. Ендеше ағайын, осы сақына төріне, осы мінекен Мұхтар ағамызды арнайы құттықтап келіп отырған тамаша ойын сауық отауының актрисасы, құрмет орденінің иегері Бақыт Аитова. Қошеметтеріңіз. Бәрекелді. Ай, құрметті көрермендер, залда тып-тыныш қана әп-әдемі тыңдап отыр едім. Залдан жүгіртті ғой мені. Ал енді міне шынында да бүгін мына 1 апрель күлкі күні дейміз. Ортамызға Мұхтар Шерім келіп жатыр. Бұл баяғы біздің Мұхтар Шерім десем болады. Баяғыда Алматыда тамашада жүргенде, 80 жылдары. Сол кезден бастап бізге бұл кісі интермедия жазды. Сол интермедияның бәрін анау менімен зөңгілес болған, карифандарымыз марқұм болып кеткен, Құдайберген бар, Тоқсын бар, Уайс бар, Мейірман бар. Бәріміз де орындадық қой кезінде интермедиясын. Бұл Мұхтар Шерімнің сөзі өткір, шындықты баяндайды. Өзі ойы ұшқыр сондай. Сонда жаңағы дайындалып отырғанда қорқатынбыз. Қатты сөздерді кішкене жайлап астармен айтатынбыз. Сондай кішкене нелері бар, нюанстар болатынды. Соныменен кім бүгін мына мерекеге шақырған екен Нұрлыбек. Нұрлыбекке рахмет айтамын. Бұл нағыз сатирик, нағыз өнер майталманы. Өнер иесі Мұхтар Шерім. Шапалақ. Рахмет. Сондықтан Мұхтар, саған тілейтінім қадамың қашанда сәтті болсын, қашанда жолың болсын өнерде. Ойың ұшқындай берсін. Мына көрерменнің жүрегінен орын тауып, ылғида. Мына творчествоң, шығармашылығың шарықтай берсін. Ел алдында беделің қашанда үстем болсын. Ал енді сол айтпақша мына сол шақырып отырған біздің Нұрлыбекке мына екі езуді алып келе жатқан осы әлгі ешқайда соқтырмай осы қалпында, бәз қалпында алып келе жатқан екі езуді алға сүйреп келе жатқан Нұрлыбек автор осы екі езудің. Оған да рахмет айтқым келеді. Осы Нұрлыбек мені сүйреп жүрген қай жерде болмасын. Осы Ақтөбеге келгелі. Анада театрда 60 жасымды тойлап берді. Баяғыда тоқырау заманында базарда зат сатып жүргенімде ойбай бәке неғып жүрсіз деп қолымнан сүйреп екі езуді екеуміз шығарған едік сол кезде. Сол кезден бастап мінекей екі езумен мен біргемін. Ал Нұрлыбекке де сондай шығармашылық табыс тілеймін қашанда. Тек қана биіктен көріне берсін. Екі езудің өмірі ұзақ болсын. Тек қана сіздер сияқты көрерменге толы болсын. Өнер сүйер қауым, сіздерге де сондай. Отбасыларың аман болсын, жүректеріңіз тек өнерде болсын. Рахмет сіздерге. Ал енді сол баяғының әртісі болғандықтан, баяғы тамашаның әртісі болғандықтан, сіздерге сол тамашадан тарту деп бір ән сіздерге айтайын. Қабыл болсын. Бәрекелді. Өзі болған қыз болсақ жарасамай.
1975 жыл Қазмудың бірінші курс студенті Мұхтар Шерімнің курстастары арасында екенін хабарлаймыз. Жасасын Қазмудың журфагы! Жасасын факультет деканы Темірбек Қожекеев! Жігіттер, қыздар, мен сіздерді бір қызға әңгіме айтып берейін. Айт. Бір ауылдың қызы қалаға келіп, зоопаркке келген ғой. Алғашқы рет пингвинді көріп, ойбай, қарлығаштың семізін бірінші рет көріп тұрмын деп айтады. Ол ештеңе емес. Ауылдың қызы бар ғой, көшеде кетіп жатқан ғой. Фонтанды көріп, мә, тұруға жарылып жатыр деп айтады. Ағай кет. Дикан кет. Ой, берген доктор. Керек емес, шығар жібер оқудан. Ақшасын төлеген жоқ. Ой, берген. Саламатсыз ағай. Саламатсың ба? Ой, айналайын, сен не істеп жүресің осы, а? Балдардың бәрі жинап алып, ақақу. Не әңгіме ол? Ағай, мен деген студенттерді күлдіріп жүрмін ғой. Не айтып күлдіртесің? Бізге де айтшы бір, күлейік бір. Ағай, 5000 теңге ақша бере тұрасыз ба? Қарызға ма? Жоқ, естелік. Ой, осы баладан болашақ мықты сатирик шығады бар ғой. Ендеше осы баланың дипломдық жұмысына өзім жетекшілік етейін. Ал олай болса сіздер кезекті Мұхтар Шерімнің сатирасын тамашалаңыздар. Ай, аудиторияларына кіріңдер, ай! Мені тал түсте дырылдатып қайдап тұрасың? Әже, көмегің қажет. Қандай көмек? Ай, 80-ге келген менен не көмек сұрап тұрсың? Көмектеспейікші. Ай, сендер бізге көмектеспейсіңдер ма? Жоқ, мен сіздің көмегіңіз қажет па? Көмектесеміз ғой енді. Қандай көмек? Бір қызым бар еді. Қарамай жүр. Қайырымсызсың дей ма? Қарамаса қайтем мен. Оздық түрің онша емес қой, қайда қайдам? Қой неге? Құлағың қалқиып, мұрың шортиып. Көмектесіп беріңізші. Ай, не істеймін сонда? Жерге жағып берейін бе? Жоқ. Қол аяғын байлап берейін бе? Жоқ. Әлде дуалап берейін бе? Қой. Онда емес әже. Тек ала қыз қазір мектептен шығады. Сол кезде тек сол қыз, мен тұрам сол қыздың көзі мен жерге жалп етіп қолаңызшы. Басың жасайын ба өзің? Неге? Тал түсті әжеңді жерге аунатып. Қолап. Елге мені позор қылайын деді ба? Әже, өтінем, әже, өтінем әже. Тым жақсы, 2000 теңге берейін тұрсын. Ай, жаңа бір 2000 дей ма, бірдеңе деді ғой. Ол ақша десе естіп қаласыздар, берем мен, 2000 теңге берем. Сен мен жерге құласам, сен 2000 теңге бересің ба? Берем, құлайсыз ба? Әжең талай төбеден тоңқалақ асып құлап жүр ғой. Дымда қалмай тұрып кетеміз. Құлайсыз ғой, онда былай бат. Қазір мен тұрам, қыз келеді. Мен тұрам, сіз құлайсыз. Сен қайда құлайсың? Ай, бірінші қыз келеді. Сосын мен келем. Сіз келесіз, мен тұрам. Сосын сіз құлайсыз. Сен сонда менің үстіме құлайын деп тұрсың? Ой! Ай, ана қыздың үстіне құламайсың ба? Мен құламайым. Тормыз. Қыз қарамайды дейді. Жоқ, мен тұрам мын жерде. Қыз келеді мын жерге, тұрады. Сосын сіз келесіз де құлайсыз. Сосын сен 4000 теңге бересің ба? Ой, 2000 теңге деп келесің. 2000 теңге. Ай, жарайды, әкел. Ақшаңды беріп қой. Ой, сосын берем ғой. Ай, беріп қой, алдап кетесің. Предоплатыңды беріп қой. 2000 теңге. Рахмет айналайын. Әже, құлағаннан кейін екеуміздің пароль. Ол не пәле пароль деген? Құпия сөз ғой, құпия сөз. Код ба? Код. Құлағаннан кейін черт побери дейсіз, болды. Черт побери? Құлағаннан кейін черт побери дейсіз. Ана кинодағы да. Ана кинодағы бриллиантовый нога деген ба? Рука, нога емес. Рука? Рука. Черт побери. Побери. Болды. Черт побери. Құлағаннан кейін айтасыз. Құлағаннан кейін. Болды. Әже, кетіп қалмаңыз. Қайда кетем? Алысқа кетіп қалмаңыз деді. Ана талдың түбінде шемішкі шағып отырам. Болды. Өзің шақырасың ба? Өзім шақырам, әже. Рахмет, әже. Черт побери. Черт побери. Рахмет, әже. Осы әжемнің арқасында осы қыз қаратып алсам, өзінше болып жүрді. Қарамай, қайырымсызсың, анаусың, мынаусың деп өзінше мұғалім болып.
екі жайма деймін, бір емес екі емес, не болды? қатты десең не ғой сәлем Сәлем. Не айтасың, айтшы, ал болшы, уақытым жоқ. сені көрсем потеря болып қалсын Ұстамаш, жақындамаш. қалайсың деп жатқаным ғой Жақсымын, тезірек айтшы, не айтасың, уақытым жоқ, менің үйіме барым керек, болшы, уақытым жоқ. Ұстамаш. тоғыра ма не Не құшақтамасаң айта алмайсың ба, не тезірек айтшы, уақытым жоқ, бұл кетуім керек. көреді мен сені көргім келді да Ал мен сені көргім келген жоқ. Ха? онда не келдің ха ойнамайды Тезірек айтшы, бел, уақытым жоқ менің. не ғой мен сен үшін бар ғой аспандағы айды Ой, бастады. Айды алып бересің ба? жоқ алып беремін деп айта алмаймын бірақ мен сен үшін жүрегімді беруге дайынмын ғой Сенде жүрек бар ма? ойбай бәрі шеқарын деп пе едің Не? іште Сен өзің. жоқ кешір енді өзің ответ қой Болды, Құралбек, мен үйге қайтам, болды. Сен бұдан кейін менің көзіме көрдің шылма, түсіндің бе? Мен кеттім, болды. Не істеп тұрсың? Сен ден сау ма, не істеп тұрсың? жоқ сау Физиратқа жасайтын уақытты тауыпсың, сен не істеп тұрсың? Мен жындығып тұрсың ба не? головкамен шығамын ба деп Мен мұндай адамды бірінші рет көріп тұрмын. Не істеп тұрсың сен? Ор жібермейсің ба? Не істеп тұрсың? Бір жерің ауырып тұрған жоқ па сені? жоқ ауырып жоқ Не істеп тұрсың? Мына жынды шығар. өзім дайында Сен ден сау ма, не істеп тұрсың? Мен жындығып тұрсың ба не? жоқ жынды кешірші просто мен Ойбай, иди к черту. Эй, иди к черту. Бар шешеді, көмектесеңші. Ойбай, талтысы иди к черту болып қалды бұл. өзім Иди к черту. Иди к черту. болды әже тұрыңыз Болды ма? тұрыңыз молодец бәрі жақсы Күшті болды ма? сөз шатастырып алдыңыз ғой Қалай? идекі чортық емес Пошел болма. черт побери ғой ренжіме просто ренжіме үлкен кісі құлап қалып жатыр көңіл мен бармын ғой өзім көмектесемін ғой Көмектескенің дұрыс қой. жоқ ренжіме Ойбай, черт побери. Әже тағылап қал. Черт побери. Баланы өзі білет. өзім бе өзім тұрғам Черт побери. болды әже тоқсайшы болды Ақшаңды бермейсің ба? жаңа бердім ғой болды ғой енді Тағылап атқан жоқ ба? Ойбай, ақшаң төле. Қазір бесплатный ештеңе жоқ. байқап жүріңіз әже байқап жүріңіз Байқаймын ғой. байқап жүріңіз ба Тұра бермеймін ба? жоқ байқап жүріңіз әже байқап жүріңіз байқап үлкен кісі құлап қалып жатқан ғой айтпай берме енді сенің де сабағыңнан ұстады ма қазір жастар үлкендер көмектеспейді кішкене просто Ойбай, черт побери. Әже тағылап қал. Ойбай, черт побери. Баланы өзі білет. болды әже Ойбай, болды әже басы тұрғызбайсың ба? Тартқаныз. тұрсаңшы енді болды Ақшаңды бермейсің ба? болды қанша 4000 теңге. ой мен жоқ қой менде 5000 2 жамбаспен құладым. менде 5000 теңге қалды әже 5000 5000? Мә, ыздашыңды берейін. Қазір ойбай. Бақытты болайын алайын. Рахмет, өмір жасың ұзақ болсын. Ойбай, рахмет. байқаңыз әже байқап жүріңіз Рахмет, айнала, өмір жасың ұзақ болсын. Өзің қайырымды екенсің ғой шынымен де. Мана басына байқамай қалдым. Өзің әп-әдемі сүйкімді әдемі. әже осы сөзі мына қыздың көзінше естіртіп айтып жіберсеңші Қызым, мынау жігітің ба? қой жоқ Мынау керемет жігіт екен. Осындай жастарды деген басшылық қой керек қой. жоқ Қайырымды екен, үлкендерге көмектесіп жатыр. рахмет Осыған тұрмысқа шықсаң бақытты боласың. Кел, бата бер жіберейін. Қолдарын жайыңдар. Бата бер жіберейін. Батаға бірден арындамайсың ба? менде жоқ қой бітті ғой Жаңыздашы бар ғой 1000 теңге. Сал жібер, қалтама сал жібер. Ал, жай қолдарымды. Ал, өбірлі болыңдар, шөбірлі болыңдар. Мәңгі бақи, бақытты болыңдар. Еліміз тыныш болсын. айтқаныңыз келе ме Айтқаны 10% келеді. әже шарт бар өзім барам ғой. жоқ шарт шарт
мынау бір қайырымды жігіт екен ғой. Мен бұны бір қайырымсыз жігіт деп жүрсем, кәдімгідей әжелерге көмектесіп, мә. Ей, мен былай істейін. Басым істесе осы жігітті ұстап алайын. Онсыз да сөз салып жүрген ешкім жоқ. Тымсыз қалып жүремін. Келе жатыр. Әже қайда? Апарып тастадың ба? Қайда апарып тастадың? Бештамақ. Жарайсың. Кура, Ау, мен саған бірдеңе айтайын деп едім. айта бер. Қысылма, үлкен кісілер ғой енді көмектесіп жатқан. Жақында шеш. Жақындайын ба? Жақында. Енді құшақта? Кетейін. Я. Не ғой, Кура? Саған айтқан барлық сөздерім барлығын кешірші, я бұрынғы айтып кеткен сөздерім барлығын кешірші. Мен бар ғой, саған бірдеңе айтайын деп едім. Я, мен сені бар ғой. Қалай айтсам кетейін? Айтып жіберейінші, то мен сені. Жолда айтасың. Ай, қайда кетіп барасың шойнаңдап? Бері қайда, бері қайт. Мұнда құлайсың. Лағасында жүрсің, далаға тек. Осы араға құлап кредитімізден құтылып алайық. Ертең той жасаймыз, ана немеремізді ұзатамыз. Құла. Менің туған күнім жасайын деп едің осы. Жасаймыз қазір. Жаңа ақша беретіндер қайда кетті? Қайда ол бала? Шортпай бері деп құлайсың. Ай, нағып тұрсың, құласай. Шалқамнан құлайын ба, қалай құлайын? Басыңмен құласаң да құласайсың. Ай, құла деймін. Ойбай. Ойбайламай, шортпай берейде. Ай, қалай ойбайламайсың? Мынау бәле кіріп кетті ғой, ойбай. Тіпа, үшік. Ай, отыр. Зарежение болып кетер, отыр. Ай, шортпа бери. Ай, шортпа бери. Ай, қайда кетіп қалған еді? Ай, пабырал шығар ма осы? Шортпа, ай, келатыр. Ай, сен бірден тұрып кетпе шошаңды. Е, той ғой. Шортпа бери. Неге өзім қабарсам қазір? Атаң екеуміз шортпа бери болып қалдық. Атанды ертіп келгенсіз бе не? Ана ауылдың бәрі келатыр құлауға. Бәрі қарыз. Енді? Ана мені келдің білатыр, келдім қоласа орнынан тұрғыз алмайсың оны. Салмағы 5 тонны тұрғыз алмайсың. Шортпа бери. Әже, қыз көнді іс бітті. Шортпа бери бітті, дымсыз қалып дөйе кетіп барадырмын. Нағылды? Уябай, нағылды. Ай, сонда атаң екеуміз шорт болып қалдық па не? Идекі чорт оған, жүрет, кет. Ай, мен саған айттым, осындай лақатронға сенбе дедім мен саған. Лақатрон дедім мұны. Сұмырай келсе соғыр етті, түс алдыға. Аяқтағы лақатрон, кет. Баран, басқа жаққа қарай. Сахнада Қырғызстан Республикасының әртісі Әбді Жоңышбай, қарсы алыңыздар. Ассаламу-алейкум, құрметті айымдар жана мырзалар. Ассаламу-алейкум, менің өмірдегі жолдасым, досым шығармашылықта. Мұхтар аға келуіңізбен, аға келуіңізбен, сіз мен амандасып отырмын. Қалайсыз? Аман есен келдіңіз бе? Енді қалайсыздар? Мен үшін мына бүгінгі күн негізі өмірде бақытты жылдар болмайды екен, бақытты күндер болады екен. Мына бүгінгі күн Мұхтар аға сіз үшін әбден бір мұнай бақытты күндердің бірі де есептеймін. Мына Мұхтар ағаменен мен танысқаныма бір топ жыл болды. Менден үлкен болса дағы, бірақ досым шығармашылықта. Қош келдіңіз. Мен сіздерге Алатаудан, Қырғыз елінен үлкен сәлем айтам. Бір жылдары мына Мұхтар аға білесіз, Түлкібас деген ауданда концерт қойып жүріп, сол жерде бір Лениндің ескерткіші бар екен. Кейінгі жылдарда, Союз тарағандан кейін. Сосын мен есіме түсіп кетті. Баяғы жылдары Союз кезінде білесіздер, әрбір ауылда Лениндің ескерткіші бар еді. Үлкендер біледі ғой енді.
Лелиндин эскерчи бар эле, бир кол менен бир багытты көрсөтүп, бир колунда кепкасын мыжып турган энди. Лелиндин эскерчи бар эле. Сону Түлкү баста совхоз, алдыңкы совхоздордон болгон экен бир ауыл. Сосын совхоздун директори жыйналыш жасап айтыпты. Айланайындар, Алматадан комиссия келе жатыр. Көшөлөрдү тазалап, сыпырып, бәрін жайына қойып күтіп алайық. Ана мынау тұрған лелинди қараңдаршы. Кішіне краскалап қойыңдар деп жұмыс берген дейді. Сөйтіп жігіттер лелинди краскалайым деп шаты менен шығып барып, басынан бастап краскалап атып, басын сындырып алыпты дейді. Не істерін білмей енді өлдік енді. Мына директор білмесін. Қой, не істейміз енді деп бір білерман айтып тұр қой. Көрші ауылдан басқа бір лелиндин басын кезіп кілейлеп қояйық деп. Түнде ел ұйықтаған кезде басқа көрші ауылдан мотоцикл менен барып басқа лелиндин басын кезіп келіп кілейлеп қойыпты дейді әдемілеп. Ертесі комиссия кетті. Комиссия келіп тексеріп жүріп, комиссия мүшелерінің біреу айтып атыр дейді. Ойбай, көшелеріңдер жақсы, таза, жақсы совхоз екен деп лелинди қарап тұрып, көпке дейін қарап тұр дейді. Сосын айтып атыр дейді. Ойбай, мен осынша жыл осынша лелиндерді көріп жүріп, сендердің ауылындағыдай лелинди бірінші рет көрдім. Басында дағы кепкасы бар екен, қолында дағы кепкасы бар екен деп біліп қойыпты дейді. Десе совхоздың директоры шустрый адам болған дейді, айтып атыр дейді. Базеке, сіздер енді бізге мына ауа райын жақсы кезінде келдіңдер. Бізде ауа райы қатты болғанда басындағы кепкасы ұшып кеткенде қолындағы сол запасной кепка деп құтылып кеткен екен. Сосығары енді ағайындар, сіздерге мен запастылықты қалайым. Запасқа біреле өмірлік жар емес, небере шөбере бәрі şu запасқа кіреді екен. Запасымен жүріңіздер. Мінекей, мен бүгін әбден мен үшін де бақытты күн. Өйткені қараңдаршы, таза, ғимаратта сөйлеп, концерт қойған бұл өтті бақыт. Мен үшін бақыт. Мен мына байқағаным Ақтөбе облысының әрбір ауылында біз концерт қойып жүрдік. Әрбір ауылында, клубтарында жағдай өте жақсы екен. Бізге енді әрбір адам келген сайын сынайды ғой енді. Мен басқа республикадан келіп сынағаным, бізге салыстырмалы сіздерде мәдениетті қараған бастықтар өте бар екен. Мәдениетті білген, мәдениетті түсінген. Негіз айтады ғой, мәдениет көтерілсе, экономика көтеріледі деп. Сол сияқты бастықтарыңа рахмет айтыңдай. Бізде осындай жағдайлар өте анша емес, енді жамандамай қояйын, шынын айтқанда. Мына ауыл, ашайын бір ауылға барып, қыста суықта, 30 градус суықта бардық, барсақ жылы шай менен кәдімгідей бізде күтіп алды. Одағы болса, мәдениетті өте жоғары деңгейде бағаландық. Енді Мұхтар аға, сіз Қазақстанда негізі саналы, қаймақты сатириктердің бірісіз. Сіздің шығармаңыздағы кітаптарыңызды оқып, біз Қырғызстанда көп нәрселерді сахнада қойып жүрміз. Сізден рұқсат сұрауға. Енді досымыз ғой, зачем рұқсат сұрап. Сондықтан сізге арнап, және осы жерде отырған сіздерге арнап, мен әдей бір ән айтып берейін. Той туралы, тойда кездесіп тұрайық, жақсылықтарда кездесіп тұрайық деп, Өктем Сапар ұлы деген інімдің әні бар. Соны бір орындап берейін, қол шапалақтап қойсаңыздар. Қуанышып, сағыныштың черін жазып, гүл құшақтап, көліп жайнап, амандашып құшақ жайып, биле ырдап, бізді жандап, бүгін майрамда, ой, 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 аттың қылбай, биле тынбай, армандарда қалбай. Бүгін жар үлкет той, бүгін елін күткен той, бүгін ырдап гүліп қой, бүтпес екен ұшыл той. Ой, 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 бүгін
экен ушул той. Аксакалдар бата берет, жараткандан тынчтык сурап. Ак жолукчан чоң энелер ак тилегин тилеп турат. Эркелешсе неберелер жүрөк кубанат. Ой 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 оттой жанып улан кыздар оюн күлкү курат. Бүгүн жар жар үлпөт той, бүгүн элин күткөн той. Бүгүн ырдап күлүп кой, бүтпөс экен ушул той. Ай ой ой бүгүн жар жар үлпөт той, бүгүн элин күткөн той. Бүгүн ырдап күлүп кой, бүтпөс экен ушул той. Бүгүн жар жар үлпөт той, бүгүн элин күткөн той. Бүгүн ырдап күлүп кой, бүтпөс экен ушул той. Ай ой ой бүгүн жар жар үлпөт той, бүгүн элин күткөн той. Бүгүн ырдап күлүп кой, бүтпөс экен ушул той. бір 1982 жыл өткен ғасыр. Сатирик Мұхтар Шерім Оңтүстік Қазақстан облыстық Оңтүстік Қазақстан газетіндегі сатиралық қақпан бөлімінің бастығы екенін, бірде алақаны қыши береді атты фельетоны үшін облыстық соттың төрағасы кабинетінде отырғанын хабарлаймыз. Тұрыңдар, сот келе жатыр. Сот мырза, біз отырмаймыз ба? Осы қақиып тұра береміз ба? Отырыңыз. Рахмет. Сіз тұрыңыз. Сіз Мұхтар Шерімсіз ғой? Солай шығар. Әзілдемеңіз. Дұрыстап жауап беріңіз. Әзілдемеймін, Мұхтар Шеріммін. Сіз тұрыңыз. Айтыңыз. Сот мырза, мен балабақша меңгерушісімін. Мына журналист жігіт газеттегі қақпан деген сатира бұрышына мен туралы фельетон жазып қойыпты. Неге фельетон жазасыз? Неге мақтап жазбайсыз? Ішіп жеп қойған соң. Енді аш отыра ма жемегенде? Сол ғой енді, сот мырза. Сот мырза, менің алақаным қыши береді деп жазыпты. Менің ештерім қышымайды, сот мырза. Ештерім қышымайды. Шын айтам, ештерім қышымайды. Біреудің қышымайтын жеріңіз неңіз бар? Солай. Образдық сөйлем болғасын ғой. Алақаны қышиды дегенім, жымқырады дегенім, жейді дегенім. Моральдық жаза беремін. Өлі, сен менің қышитын жерімді көзге шығып дәлелдеп бере аласың ба сен? Көзге шығып бере аласың ба қышитын жерімді? Дәлелің бар ма сен қосаға? Дәлелің бар ма? Дәлел? Бар ма? Келіңіз. Ағай, айран ішесіз ба, әлде помидор құймен қияр жейсіз ба? Куәгерлер шақырыңыз. Куәгерлер. Сотталмайтын болды ма не? Куәгерлер шақырыңыз. Кешіріңіз ағай. Куәгерлер, тосқа шақырып Ей, атыр. тос емес. Кешіріңіз, тосқа деппін ғой. Сотқа шақырып атыр. Келіңіздер. Куәгерлер. Сөйлеңіз. Сот мырза, бұл кісінің еш жері қышымайды. Қышиды деп айтқан емес. Бұлай енді бұлай қатты қозғалып қойғанда телейді. Телейтіні рас. Телегесін білесіз, иіс шығады. Бірақ еш жері қышымайды.
қышиды деп айтқан емес маған. Сіз айтыңыз. Айтып тұр ғой енді. Терлейді, терлегені үй шығады, үй шыққаны қышиды. Қалай сонда? Терлейді, терлегеннен үй шығады. Мен түсінбедім. Сен мен қатырақ ұстамасың? Сол ғой енді. Терлейді, терлегені үй шығады, үй шыққаны қышиды. Айттың ғой сен. Айқайлама. 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 Көзің бақыраймасын маған. Сабыр сақтаңыздар. Айқайлама. Үзіліс. Үзіліске дейін екі жақ татуласуға тырысыңыздар. Ойбай, сен көрдің бе, я? Сот мырзаны мені мазақ қылып үстін түр-түр қасып барады ғой, я? Сіз не дедіңіз? Кешірерсіз, еш жері қышымайтын апай. Сол ғой енді. Айтып тұр ғой. Терлейді, терлеген үй шығады, үй шыққаны қышиды. Сен не дедің жаңа терлейді, терлеген үй шығады? Жоқ, сен терлейді, терлеген үй шығады. Жоқ, айтып тұр ғой, терлейді. Жоқ, сен терлейді. Мен қышиды деп айтқан жоқпын. Мен үй шығады деп айтқан Не дейді? Қышиды дей ма, қышымайды дей ма? Тө-тө-тө, Құдай сақтасын. Айтпақшы бар ғой, бұл Мұхтар Шерімнің шынымен басынан өткен оқиға. Сол сатирик жігіттің интермедиясын тамашалаңыздар. Ағай! Құрметті көрермендер, мен шығып тұрған себебім сіздердің алдарыңызда бір эксперимент жасап көрсетейін деп тұрмын. Ол енді эксперимент болғанда сіздерге алдымен айтып түсіндіріп алайын. Біз енді жалпы негізі сатира дейтін, енді былай айтқанда әзіл ғой. Әзілдің, әр әзілдің астарында бір шындық жатады дейді. Біз мына қоғамның, яғни Нұрлыбек Жұбатқанның тілімен айтсам, сатира қоғамның санитары дейміз. Біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы сатира дейміз. Өткен себебі мынау қазір қоғамда дендеп кеткен, барлық ел болып күресіп жатқан осы сыбайлас жемқорлық қой. Сол сыбайлас жемқорлықтың ар жағында не тұр енді? Ол дүние қоңыздық, тойымсыздықтан сол сыбайлас жемқорлық басталады. Оның ар жағында бірақ нәрсе тұр. Ол нәрсе мен сіздерге көрсетейін. Мына ақша деген міне. Осы ақша үшін адам құнығып бәріне барады екен ғой. Соған мен сіздердің алдарыңызда эксперимент жасап көрсетейін деп тұрмын жай ғана. Енді сенбесеңіздер, өздеріңізге көресіздер осы жерде. Міне, қазір мына студент кетіп бара жатыр. Ой, інім, мұнда келші. Мұнда кел. Бергеш. Уалейкум салам. Асығып бара жатырмын сабаққа. Асығып бара жатсың ба? Қартайғанда оқып біздерде. Тоқтайдыр, асықпайды. Не, экзамен ба не болды? Экзамен болады, экзамен. Емтихан? Емтихан. Не емтихан? Тапсыра алмай қиын емтихан ба не? Білесіз ғой. Оны шешуге болады ғой, сен асықпай тұрып, ағаң шешіп береді ғой бәрін. Кешеден бері қиналып жүрмін, барып келемін. Жоқ, тоқтайдыр, енім. Бергенсіз ба не? Мынау бер жақында. Мынау шеше ма? Сенің емтиханыңды. Шеше ма деген қалай? Мынау 5000 теңге. Шеше ма емтиханыңды? Шешеді, маған берейін түсіз бе не? Шешеді. Маған берейін түсіз бе не? Жоқ. Рахмет. Жоқ. Берейін деп тұрған жоқ. Тоқтай тұрсыз. 5000 теңге, 10.000 теңге берсем шеше ма? Шешеді, ой, шешеді. Әкел. Жоқ, енді. Былай жасайық. Мен саған берем, я, бірақ бергенде мен саған бұны босқа бермеймін. Неге? Енді. Жоқ, тоқтай тұр. Қазір ойланып алайын да мен. Тоқтай тұршы. Жоқ, бар, шешеді. Былай жасайық. Сен маған құйрығыңнан бір тепкізсем, мен саған 5000 теңге берем. Міне, экзамен дейді. Құйрықтан бір тепсің ба? Бір тепем 5000 теңге болды. Болды. Міне, болды. Не, дайсың ба? Достар дайсалып тұр. Хоп! Мынау жақсы екен, а? Күшті ма? Тағы бір оны. Олама тұр, көрдіңіздер ғой. Хоппа! Тағы да? Құйрықты аяйын ба? Давай. Хоппа! Тағы бір көреді. Ағас, тапатал түсте. Жас балан теу. Жас балан өзіме кел. Ой, мұнда келді бе? Ағас, қалмайсың ба? Ан жерде камера түсіріп тұр, ане. Ұят емес па жас балан теу? Жаңан сен қорқып жібердің ғой, тым жақсы жұмыс жасап отқан баланы. Қалай жұмыс жасауы? Теу отқан жоқсың ба сен оны? Жоқ, сен енді кешіріңіз, мен сіз түсінбей тұрсыз. Камера түсіріп тұр, ане, камера түсіріп тұр. Полиция шақырам.
Бүркіт, сауысқанға жауап бер. Тоқта, Қой деймін. Бүркіт, сауысқанға жауап бер. Сауысқан тоқтайды ше. Түсіндіріп алайын да мен айтып. Не болды, қалай түсіндірейін деп жатсың? Мен тепкенде оны теуіп жатқан жоқпын мен оны. Өзіміз келісіп жатырмыз ғой өздері, сен сұрап алмайтын не өлі? Сұрап алсайшы, мен оны тепкенде тебейін деген жоқпын. Өзіміз келістік. Бір тебем дедім, айттым. Бір тепсем 5000 теңге берем дедім міне. Сосын өзі келісті, мә деді. Үш рет теп деді. Қанша? Тепкеніңе 5000 ба не? 5000 берем, бір тебем 5000. Құйрықтан тепкізеді 5000. Не болды? Мен тепшейші. Көрдіңіздер мені. Камера бар ғаны. Камера істемейді, өтірік айтамын ғой. Істемейді кәм, мына рацияда істемейді, өтірік, ойыншық қой, ойыншық. Жасамайды екен ғой. Даймын. Сөзге келмейді. Пожалуйста. Кеттік па? Пожалуйста деп жалынып атыр. Қалай? Жарайды. Хоп! Мына денсаулығыңа келмесе де мына жұмыс жасап жүрген сен мықты екенсің. Ой, ала бер. Міне 5000 теңге. Анау саған бонустар ғой. Бонус, жақсы болды мына. Кредитім бар еді ғой. Тағы да тиіп жүрші. Давай. Мә! Ай, мынау рахат келе. Тағы да давай. Ақшаңды алмайсың ба не? Ойбай, ұмытып кеттім. Бақыттан басым айналып жатыр. Басқа айналып жатыр ма? Ой, қазір күшті болады вообще. Мә! Ақшаңды алшы. Есі бассың сен? Бері кел. Есі бассың сен тапатал түсті? Есі бассың сен? Тапатал түсті. Какой-то біреуге құйрығынан тепкізіп. Өз құйрығым өзім білем. Ойбай, өз құйрығым деп. Сен, мен сені не үшін алдым жұмысқа? Мен саған зарплат беріп отырмын. Айлық беріп отырмын мен саған. Сен мына мекемені күзеттеген жоқпын мен саған. Мен деген... Бар жұмысыңа. Салоңыз. Жоғал. Тағы келем. Қорқытпасаңшы. Мынау түріңіз бір түрлі, енді білеміз енді бастық екеніңізді. Жайлап не істесеңізші. Теп. Сіз бастықсыз қалай болады екен, Теп деп жатыр, сөзге келмейді. Тепшиш. Болды, тебеміз, теп тұрғанда. Қайтайын. Мынау не болып кеткен, артыңыз бір түрлі екен сіздің. Отырып, абын шығып кеткен мажыл болып. Мә, тепшиш дейм, тепшиш. Тепкен сезбей жатыр, көрдіңіздер. Тептім мен. Тептің ба? Тептім ғой мә, 5000 теңге. Ешкім көріп қалмасын, мынаған сал. Қолға ұстамайды екен. Қолға болмайды. Ой, ешкім жоқ, камераң жасамайды, қорықпа. Маған қайдап тұр. Тепкен сияқты болдың, Ой, теп батырым, теп ардың мажыл болып кеткен ғой сен. Өтпейді. Қаптаған кредит, давай. Болды. Болды ма? Тепкен сайын ақшаңды алып тұрсайшы. Бауырым, бер кел. Не, уақытың бітіп қалды ма не? Бер кел. Сен былай қыл. Мен мына мекеменің директорымын. Сенің қолың тисе, менің кабинетіме келіп, любой время теуіп кете бер. Болды. Ана жұмысшыларыма да айтамын. Айлық алған уақытта теуіп кетерсің деді. Жинал істейсің ғой, Үшкір төпілеймен тебем сені. Мәне. Жарнама кетіп қалған ғой мұны. Амансың ба айналайын? Сені естіп атырмын айналайын. Естіп атырмын деймін. Нені естідіңіз? Әжеңді тепшейші. Қойыңыз. Сізді теуіп болмайды. Сізді теуіге болмайды. Тебе бір дымда қылмайды, тепшейші. Қалай тебем сізді? Әйел адамсыз, үлкен адамсыз. Ой, тебе бір дымда қылмайды. Кезінде бәрі бізді Совет үкіметі тепті ма? Тепті. Ленин тепті ма? Тепті. Сталин тепті ма? Тепті. Брежнев тепті ма? Тепті. Хрущев, Горбачев бәрі тепті ғой. Жоқ, мен теп алмаймын. Теп айналайын. Әже, сіз тыңдаңыз. Ауыздан тепші, ауыздан.
Ой, тепшеш шырағым. Протезімді алып тастайын. Ауыздан теш. Я мен сізді тиіп алмаймын қалай. Сіз үлкен адамсыз ғой, болмайды. Ұят болады. Ай, пенсия жоқ болмады. Тепшеш аяғым. Олай қинамаңыз, мен сізді адам теп алмаймын мен. Онда шалып тепші. Ой, Теп алмаймын ол. Пайда қазатын ештеңесі жоқ, тепші. қой. Әже, Кезінде мен тептім ғой. Әкел. Әкел. Сен теп алмасаң мен тепейін. әже теппей ақ қойыңыз. Жоқ, әже. Інім өзің тепші. Әй, беттер. Әже, әже қойыңыз, әже. Әже, өзім ақшасын берем, теппей ақ қойшы. Теппей ақ қойшы, ана өлтірдіңіз ғой, шалыңыз керек емес па? Ақшаны берем, теппей ақ қойшы. Қанша бересің? Беремін. Пока я 20 беріп қояйын. Құдай, шалдың құйрығы пайдаға асты. Мына кемпір. Ақша. Мында кел, ай. Қаш, ата, қаш. Забордан секіріп кетті. Мені көрдіңіздер ғой. Осылай. Мәссаған. Мұнан қара. Нұрлыбек жұбатқан келе жатыр. Тептірейін деп келе жатыр қаншыға. Бұның да бір 2 кітабы бар еді, 2 жылдан бері шықпай жатқан. Ақша керек болып жүр ғой, Келсін қазір жақсылап теуіп алайық, ақшасын берейік. Ассалаумағалейкум. Ау, Тептірейін деп келдің бе? ақшаң көп па? Ақша көп тепті теуіп жатырмыз. Мен саған тебетін жер тауып берейін. Ана театрдың жігіттерінің ақшасы аз. Мана мәдениет мекемелерін барып дайын отыр. Теуіп қайт бар. Қойш. Күтіп отыр. Қазір осы Теуіп тұрғанда бар. қайтайын теуіпсем. Жақсы, рахмет, тепейін мен. Тептіретін болсаңыздар, хабарласыңыздар. Кеш жарық құрметті көрермендер, бүгінгі күлкі күні, күлкі мерекесі құтты болсын. Енді өзі бұл күлкі деген жұқпалы. Егер залда бір адам күлсе, 1000 адам күледі. Сондықтан да осы күлкіміз жиылмай әрқашанда мәз мейрам болып жүре берейік. Енді өздеріңіз көріп отырғандай бүгінгі Мұхтар ағамыздың кешіне жан-жақтан құттықтаулар келіп жатыр. Мана Қырғыз Республикасынан келіп құттықтады. Енді бір әркімнің өзінің туған жері бар. Туған топырағы, суы, тасы бар. Сондықтан да біреудің туған жері қашықта, біреу өзінің туған жерінде жүреді. Қазіргі менің ортаға шақырайын деп тұрғаным, сонау Қытай Халық Республикасынан өзінің туған жерін сағынып келген өздеріңіздің бауырларыңыз, осы кешке арнайы келіп құттықтауға келген әкім Охан, қарсы алыңыздар. Бәрекелді. Ассалаумағалейкум Ақтөбе. Сатираның саңлағы, күлдіргінің кәрол атанған Мұхтар Шерімұлы ағамыздың кешіне қош келдіңіздер. Мына ұлыстың ұлы күнгі Наурыз мереке құтты болсын, көктем мерекесі құтты болсын дегім келеді. Әлемдегі бар қазағым бір қазақ деп барша Қытайдағы қазақтардан сіздерге жалынды сәлем. Мынау алдыңғы толқын ағаларымыздың өнерін бағалап, мінекей сатираның саңлағы атанған кереметтей Мұхтар ағамыздың кешіне арнайы мінекей алыстан ат тердетіп келіп жатыр. Осында кереметтей, керімсінді келбетті кеш өткізіп жатқан осы Екезу театрына және де мынау Нұрлыбек Жұбатқан ағамызға айрықша рахметімізді айтамыз. Сол кісілер үшін бір құрмет шапалақтарыңызды. Ал енді мынау алыстан, мынау болар жігіттің жеңгесі алдынан шығыпты деп, мен мынау алыстан ата жұртқа келіп жатқанда осы Мұхтар ағамыздың кеші деп арнайы той үстінен түсіп жатырмын. Алыстан 6 жасар бала келсе, ауылдағы 60-тағы қартымыз алдынан шығып сәлем беріпті дейді. Осы алыстан келгеннен кейін құрметтеп осындай қасиетті сахнаға шығарып жатқанына көптен көп рахмет. Мұхтар аға, әрқашанда жасыңызға жас қосылсын. Бүгінгі бергеніңізден халқыңызға береріңіз көп болсын деген келеді.
Ал енді құрметті көрермендер, біздің мына Қытайдағы қазақтар негізінде 3 түрлі қазақтар болады. Бірі мына 90 жылдық қазақтар дейді. 90 жылдық қазақтарымыз бағанағы ашаршылық ақтабан кезінде кеткен қазақтар. 100 жылдық қазақтар дейді, олар бағанағы Советтің, Союздың кезінде кеткен қазақтар. 500 жылдық қазақтар дейді, олар бағанағы кезіндегі Шыңғысханның кезінде атысып, шабысып, шаштасып, қастасып, солармен достасып, сол жерде мекен етіп болған қазақтар. Сол 500 жылдық қазақтың ұрпағы мынағай мінекей алдарыңызға келіп тұрмыз. Және де бір сәлем сіздерге. Бізде енді мынау кішкене кезімізде 30 жылдың ар жақ бер жағында бағанағы біздің үлкен кісілеріміз, бағанағы ақ жаулықты аналарымыз, біздегі қазақтар о кезде Қазақстан деп айтпайтын. Бағана ол кезде бағана Совет, Союз деп айтатын. Біз тілінде Совет деп айтады, сіздерде Союз дейді. Сонда бағанағы аталарымыз жылап отыратын. Менің бір Советте бауырым бар еді, менің бір тумам бар еді, менің бір апайым кетіп қалып еді деп. Кез келген кісілер айтатын. Әй балалар, жастар, кейін үлкейіп жатсаңдар, сендер Советке кетіңдер. Сендердің отандарың сол жақта деп бағанағы біздің үлкен кісілер насихаттап айтып жататын. Содан енді мынау Совет, Союз деген сөз миыма көбінде орнақ қалған. Содан бір күні мен жездемнен сұрадым. Осы жезде Советтегі қазақтар қандай болады деп. Сөйтсем жездем айтады, Советтегі қазақтардың шекесінде бір көзі болады дейді. Мен енді жаспын ғой, сеніп қалдым. Содан кейін дейді, ол жақтың адамдары ассалаумағалейкум деп амандаспайды, әкеңнің аузына ұрайын деп амандасады дейді. Одан кейін ол жақтағы бағанағы ер адамдардың қолында 2 қамшысы жүреді дейді. Бірі мінген атын ұрады да, енді мынандай бір қамшысы бар, оны әйелдерін ұрады дейді. Мен соған кәдімгідей жаспын ғой, сеніп жүремін. Сон жездем айтам ғой, біздің көзіміз екеу болса, ол жақтағы кісілердің көзі біреу болса, сонда біз барғанда мына 2 көзімізді бір көз қылып жібермей ма десем, білмеймін дейді. Мінекей ай өтті, жыл өтті, мінекей атпалы азамат болып, қасиетті қара шаңыраққа келіп жатып, негізінде көрсем, бұл жақтағы қазақтар бір көзді қазақтар емес, нағыз бір сөзді қазақтар екен ғой. Бағанағы жездем негізінде өтірік айтыпты. Енді мынау 30 жылдың ар жағында сіздерде қалай болды екен? Енді мен келгеннен кейін, қасиетті мынау қазақ еліне келгеннен кейін мен барлығы маған қызық қой. Тауға да қараймын, бауға да қараймын, барлығы қызық. Енді бұлай қарасам, сіздермен біздерде негізі ұқсас сияқты. Мынау 30 жыл бұрын алтын таққан кісілер, алтын алқа таққан кісілер негізінен мынау қаладағы кісілер болатын. Дұрыс па? 30 жылдан кейін ауылдағы кісілер тағы болатын болды ғой. 30 жыл бұрын адамдардың арманы семіру болатын. Барлығымыз семіріп жүрсек деп ойлайтын. 30 жылдан кейін адамдардың арманы арықтау болды. Оны енді өздеріңіз білесіздер. 30 жыл бұрын бағана аспан майкі қысқа мына штандарды киімнің ішінен киетін. 30 жылдан кейін мына сырттық киім киіп жүре беретін болды ғой. 30 жыл бұрын бағанағы мына жыртық шалбар болсын, не болсын, соның барлығын жамап киетұғын. Ақша бар, бірақ алатын зат жоқ. 30 жылдан кейін сол жыртық киімді базардан сатып алып киетін болды ғой, Құдая тәубә. Ал енді 30 жыл бұрын бір айлығы бар адам бір семьяны асырайтын. Бір семьяда ол кезде 7-8-ден бала болатын. 30 жылдан кейін 2 айлығы бар адам бір баланы асырай алмайтын болды ғой. Рахмет. Мынау енді 30 жыл бұрын бағанағы адамдар бағанағы қанағат ететін, әр нәрсеге базардан арзан нәрсе алса қанағат ететін. 30 жылдан кейін 4 түрлігі сай болса да, 4 әйелі болса да, 4 түрлігі сай болса да раз етпейтін болды ағайын. Сол үшін де осы күнімізге үшкірлік лайық. Жаратушы иншаллайда деген үшкірлік қылсаң маған тағы да берем саған деген. Осы күнімізге шүкірлік етейік. Қазақ елі тек қана алға. Ал енді әудемейтін қазақ жоқ дейді. Тамаша болмаса да шамаша арнайы Қазақстанға, ұлы далаға келіп жатқаннан кейін енді арнайы сіздердің құрметтеріңізге Бердібек Құржығаевтың термесі мен қазақпын деген термені қабыл етейін. Қабыл алыңыздар құрметті.
нармен қуған қазақпын, ата жауды састырып нармен қуған қазақпен. Туған жердің көркішін көшіп өткен қазақпын, қызылған қып ертісте кешіп өткен қазақпен. Ата бабам дәнішпан таңда туған қазақпын, Абылайдай арысты қандай туған қазақпен. Абай менен Жамбылды сәнге туған қазақпын, үнім әлем жаңғыртып әнге туған қазақпен. Абай менен Жамбылды сәнге туған қазақпын, үнім әлем жаңғыртып әнге туған қазақпен. Шерлі күнде шерменде өші кеткен қазақпын, дұшман төрім бергенде есі кеткен қазақпен. Айырылғанда қиналып қиыспайтын қазақпын, қосылғанда жиналып сыйыспайтын қазақпен. Насыбайдан бір атым өлермекен қазағым, бір балуан бір ақын өнерлекен қазағым. Пейіл берген тәңір мол жомарттығын жырғылдай, бір қазақпен тамыр бол батам десең ырғынғай. Біздің елде ерікті мәңгүрт азда мәні көп, көбімізге беріпті көк бөрісін Жәнібек. Ғұмыр бұлбұл қонатын ақшанарым аман бол, елге тұтқа болатын ағаларым аман бол. Ғұмыр бұлбұл қонатын ақшанарым аман бол, елге тұтқа болатын ағаларым аман бол. Арманымды бастыртып армен қуған қазақпын, ата жауды састырып нармен қуған қазақпен. Туған жердің көркішін көшіп өткен қазақпын, қызылған қып ертістей кешіп өткен қазақпен. Туған жердің көркішін көшіп өткен қазақпын, қызылған қып ертістей кешіп өткен қазақпын ай. Әкім Оқан. Көп көбіра. Тоғылша бала. Бір 70-ке келген Тамара деген апамыз өмір тұрмысқа шықпаған. Дубайға курортқа барыпты. Курортқа барғаннан кейін теңізде демалып жүріп, суға батып кетіпті. Содан құтқарушылар екі здоровый жігіт дейді, накачанный. Жаңа апамызды судан шығарып алып, біреуі жаңа массаж жасап, екінші жаңа аузынан искусственный дыхание беріп, апамды тірілтіп алыпты. Содан кейін айтыпты, ойбай апа, мына теңіздің ортасына бармаңыз, суға батып кетесіз. Мына жағасына шомылыңыз деп ескерту жасайды. Содан енді жаңа апамыз жан-жағына қарап, жаңа тегін массаж ұнап қалған болу керек, жаңа искусственный дыхание. Содан ауылға қайтқанша апам 5 рет суға батыпты. Енді ұнап қалған ғой. Сондықтан да мына күлкінің тоңқиығына батпай тұрып, бүгінгі кештің қонағы, бүгінгі кештің себепкері ортаға жазушы сатирик Мұхтар Шерімді шақырамыз. Доғылша бала, Мұхтар Шерім.
армысыздар, ақтөбеліктер, менің оқырмандарым. Мен шынымды айтсам толқып тұрмын. Мен тек әртіс емеспін бұл кісілерде. Бірдеңені бүлдіріп аламын деп қорқып тұрмын. Сонау шырайлы Шымкенттен ат терлетіп, пойызды селкілдетіп, жалауымды желпілдетіп, асығып, үсігіп дегендей сіздердің алдарыңызға келіп тұрмын. Ағайын, ду қол шапалақ. 1 апрель бүгін, күлкі күні, 1 сәуір. Оны орысша алдайтын күн дейді ғой. 1 апрель никому не вер дейді. Мен оны қазақшалап 1 сәуір ешкімге алданбасаң тәуір деп аудардым. Қалай, жақсы ма? Шабылапын. Сіздер енді қалай ойлайсыздар, сенесіздер ме, сенбейсіздер ме, өздеріңіз білесіздер. Маған мына қазір телефон шықты ғой, қандай керемет. WhatsApp-пен осы жақында отыратын қазір. Америка президенті Трамптан құттықтау хат келді. Соны оқып берейін. Алтыннан ардақты, қаңбақтан салмақты сатираның снайперісі Мұхтар Мырза. Естіп жатырмын, сізге Ақтөбелік оқырмандарыңызда ырза. Менен сатира сарбазы керемет ұйымдастырушы, журналист, композитор, аузын ашса сатирасы, тісі, сосын күлкілі іші, бәрі көрінетін Нұрлыбек жұбатқан ініме менен сәлем айт дейді. Қалай қарайсыздар? Екі езуге бір окей деген интермеде жазып едім, соны сахналап Мұхтар Мырзаға арнағанымды жеткізсін дейді. Дуғол шапалақтап қойыңыздар. Менің де Нұрлыбек ініме айтарым өте көп. Алғысым шексіз, өйткені сонау 1986 жылы қағынып, сатирамды сағынып, күлкі жәрмеңкесі деген мен әзіл-сұспақ сондай бір ашқан едім. Ол кезде кеңес дәуірі, рұқсат сұрайсын облыстан сондай бір заман еді. Сол күлкі жәрмеңкесінде бір күні бір томпиып, әдемі сары бала тұр, қасында тағы бір бала бар, бірін итіріп, ана Мұхтар ағаға барып сәлем сейт, Мұхтар ағаға барып сәлем сейт дейді, дауысын естіп қойдым. Сөйтсем, осы Нұрлыбек інім тұр, сол Шымкенттегі Мәдениет институтында дәріс алып жүр екен, оқып жүр екен. Содан міне таныстығымыз басталып, сатираны бассалып, үзбей жазысып, бір-бірімізбен, бірімізге аға, бірімізге іні болып, отбасымызбен араласып кеттік тіпті. Шымкентке келсе, мен күтіп, мен бұл жаққа келсе, бұл күтіп дегенде сондай жарасып жүрген жайымыз бар. Ағайын, осы Нұрлыбек ініме алғысым шексіз, сондықтан да осы ініме бір қошеметтеп тағы да қол шауып қойға болады. Ал енді өздеріңіз білесіздер, мұна Путин де маған құттықтау хат жіберіпті. Бұлай деп жазады: привет, Мұхтар, 60 тал түсіңмен, 60 тал түс деймін дейді. 60 деген түс дейді. Тал түс дейді ғой. Сонымен құттықтаймын дейді. Енді мынау әдейі қате-қате жазыпты да, қазақша білмейді қонша. Облыстық мәдениет басқармасы, облыстық филармония басшыларына бірнеше мәрте спасибо. Мұхтарға қамқорлық көрсеткендері үшін, күлкіні құрметтегендері үшін Мұхтардың кешіне барып қайтар едім, самолетке билет болмай қалды дейді. Всем привет деп қойыпты. Дуғол шабалап қойыңыздар сол кісіге де. Менің де сол Путин сияқты ұйқастырып бір жаңағы басшыларға, филармонияның, мәдениеттің мен де жаздым. Ішкендері индийский шай болсын дедім. Нанға жағып жегендері май болсын дедім. Рухани көңілдері бай болсын дедім. Балаларының мінгендері тапырақтаған тай болсын дедім. Дуғол шабалақ. Енді бүгін 1 апрель деп тағы да сәуір деп сенбейсіздер ғой енді. Бірақ өздеріңіз біліңіздер, дегенмен мынау көрші Өзбекстан білесіздер ғой, соның президенті Мирзаев Шавкатта құттықтау жіберіпті. О, Мұхтар ака, ассалаумағалейкум, жағдайың яқшы ма? Ақтөбедегі кешкінен тәбриклеймін. Мұның барлығы облыс әкімі Бердібек Мәшбекұлы Сәпарбаевтың қолдауымен өтіп жатқанын естідім. Жазушы мен әкімнің достығы жасасын депті. Дуғол шапалақ. Бәрекелді. Рухани жаңғыруға қосқан үлестеріңіз құтты болсын. Ауыл шаруашылығындағы сиырларыңыз сүтті болсын. Күлкі шаруашылығындағы оқырмандарыңыз күлкіге күпті болсын дейді. Дуғол шапалақ қойдыларыңыз болады тағы да. Мінекей, осындай жан-жақтан түсіп жатыр. Бердібек Сапарбаев ағамына да үлкен рахмет. Ол кісіні мен бұрыннан танимын. Шымкентте Оңтүстік Қазақстан облысында әкім болып тұрған кезде талай араласқанбыз. Сол кезде мен Барыстан газет шығарғам. Сол кезде жақсы лебіздерін айтып, мінекей осындай Ақтөбенің төріне шығарып қолдау көрсеткен осындай
игі жақсыларға алғысымды білдіремін. Мен Рахмет. бақыттымын бүгін, өйткені сонау шырайлы Шымкентте келіп сіздердің алдарыңызда менің интермедияларымды екі езу қаншама жылдан бері орындап келе жатыр. Ініме тағы да мың алғыс. Айналайын. Көп жаса. Рахмет Мұхтар аға. Енді құрметті көрермендер, ортаға облыстық мәдениет басқармасының басшысы Маржан Нағашбек қызын шақырамын құттықтауға. Маржан Нағашбек қызы, доғыл шапалақ. Қайырлы кеш, құрметті ақтөбеліктер, Ақтөбе қаласының қонақтары, осы сахна төрінде отырған Мұхтар ағамыз, қасиетті құтты мекен Ақтөбеге қош келіпсіз. Осы залда отырған, тек қана залда отырған емес, облыс әкімі Бердібек Машбекұлы Сапарбаевтың атынан, және де барлық ақтөбеліктер өнер сүйер қауымның атынан, әзіл сүйер ақтөбеліктердің атынан, сонымен қатар осы мәдениет қызметкерлерінің атынан сізді 60 жас мерейтойыңызбен құттықтауға рұқсат етіңіз. Шығармашылық достықтың кереметтігі осы емес па? Қанша километр жер болсын, қаншама жыл өтсе де сіздердің араларыңыздағы қарым қатынас, осы бір сыйластық ұзағынан болып, міне біздің Екезу театрының да репертуарында сіздің қаншама шығармаңыз, бүгін енді өзіміз көзімізбен көрдік. Бәрін бірдей сіздің шығармаңызды бұл сахнаға шығару мүмкін болған жоқ, айып етпесіз. Дегенмен де ақтөбеліктер осы шығарманы қойғанның арқасында сіздің әрбір жазған сықақ әңгімелеріңіз, кештеріңіздің барлығымен жартылай танысты деп есептеймін. Сондықтан да бұл кездесудің басы болсын, бұл әдемі кештердің басы болсын. Бүткіл ақтөбеліктерді бүгін енді сәуір келмей тәуір болмайды деген сөз бар екен. Сондықтан да келіп жатқан сәуір алғашқы бүгін күнде, әзіл күнінде тек қана еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дейміз. Сондықтан сіздердің аттарыңыздан осы арнайы құттықтау үйде оқисыз деп есептеймін. Сондықтан да облыс әкімнің атынан сізге 60 жасыңызға арналған үлкен құттықтау хатымыз. Қыздар деген сізге әдемі гүлді сыйласын. Сонымен қатар Нұрлыбек, көмектесші. Барша ақтөбеліктердің атынан иығыңызға мына норка жағалы шапан және де астыңызға Жаса ақтөбеліктер. Астыңызға тұлпар мінгізуге рұқсат етіңіз. Бәрекелді шапалақ. Және де ортаға Қазақстан Жазушылар одағының Ақтөбе бөлімшесінің басшысының орынбасары, ақын жазушы Бауыржан Құрманқұлов ағам шақырамыз. Бауыржан аға, ортаға келіңіз. Және де сахнаға Бәйішев атындағы кітапхананың қызметкері, ақын сатираға жақын, осы Екезу театрының бастапқы кездегі біздің осы құруға көмектескен әртісіміз Талғат Тілеулесіп шақырамыз. Мен енді мына Қазақстан Жазушылар одағының төрағасы Ұлықбек Есдәулетовтің осы Мұхтар бауырымызға жолдаған алғыс хатын оқып берейін. Бұл бір жағынан шығармашылығына жасалған талдау болсын. Кішкене ұзағырақтау болар, бірақ 5 минут уақыттарыңызды бөлсеңіздер. Құрметті Мұхтар Жұмашұлы, Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының секретариаты, барша қаламдас әріптестеріңіз сізді азаматтықтың асқаралы кезеңі, кісіліктің кемел шағы саналатын 60 жасқа толған мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтайды. Ұлтымыздың маңдайалды ұлдарына бесік болған қастерлі мекен Бәйдібек ауданында туып өскен сіз, сол елдің қасиеті мен құнарын бойыңызға сіңіре білдіңіз. Әкенің қаны мен ананың сүті арқылы бойыңызға біткен дарыныңыз әдебиет өлкесіндегі есіміңізді айшықтады. Мектеп қабырғасында жүріп жазған Әлиманың әлегі атты сықақ әңгімеңіз жарық көрген күннен бастап әдебиетке деген адалдығыңызды жоғалтпай келесіз. Бәйдібек аудандық Алғабас, Түлкібас аудандық Шамшырақ газеттерінде қаламыңызды ұштап, кейіннен облыстық, республикалық газеттердің тұрақты авторы атандыңыз. 18 жасыңызда Алматыға келіп, Казмудың журналистика факультетіне оқуға түсіп, әдеби ортаның босағасын аттадыңыз.
Сол кезде қаламдас ағаларыңыз сатира жанрына жаңа бір жұлдыздың жанғанын сезінді. Міне сол кезден бастап сатира жанрының санаулы сардарларының алдың сапында келесіз. Алматыдағы республикалық қуыршақ театрынан басталған еңбек жолыңыз кейін келе Оңтүстік Қазақстан облыстық Оңтүстік Қазақстан газетінде өзіңіз ашқан жұдырық Барыс газеттерінде жауапты басшылық қызметтермен жемісі жалғасты. Күлейікші Мұхтар күлкі жәрмеңкесі театрларын аштыңыз. Бүгінде көрермен қауымға кеңінен таныс Шаншар театрының негізін қалап, әртістердің жұлдызын жақтыңыз. Тамаша театрының дүрілдеп тұрған кезінде авторы болып, бірқатар интермедиялар жаздыңыз. Бұл күнде Екезу театрымен жемісті шығармашылық байланыс орнатып келесіз. Бюрократпен қоштасу құдағи құшақтай береді, ымбаппа, талтайып тұрғым келеді. Кешіріңіз, сіз есек емессіз. Быт-шытыңыз шығарамын, қуғандар мен қашқандар, қош бол иттің баласы, супер сүмеліктер атты кітаптарыңызды оқырмандар мен әдеби ортадан өз бағасын алды. Осы еңбектеріңіздің нәтижесінде Қазақстан Конституциясына 10 жыл мерекелік медалімен, облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталып, Шона Смаханұлы атындағы бәйгенің жүлдегері атандыңыз. Құрметті Мұхтар бауырым, 60 жас ардақты ағалықтың жасы. Сіз осынау асқаралы белеске жоғары кәсіби білік парасат арқылы кір шалмаған кісілік, зор адамгершілік қасиетіңізбен жеттіңіз. Мерейтойыңыз құтты болсын. Отбасыңыз аман, бауырыңыз бүтін, шаңырағыңыз биік болсын. Сізге шығармашылық толағай табыстар тілейміз. Құрметпен Ұлықбек Естеулет, Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының төрағасы. Рахмет. Ал Талғат, сен айтасың. Тептерейін деп келген жоқсың ба? Енді Талғатты шақырған себебіміз, Мұхтар ағамыздың әрине барлықтарыңызға таратып беретін кітаптар жетпейді. Өзі бір арқалап әкелген кітабы бар еді, соны біздің облыстық кітапханаға біз тарту етеміз Талғатқа. Талғат, оны сен үйің алып кетпе. Оны кәдімгідей қабылдап, нөмірлеп, оқырмандар оқысын, мен сізге тапсырамыз. Құтты болсын. Мұхтар ағамыз кітап алды. Жүреке, бізге мынау кітап сыйлап атқаныңызға көп-көп рахмет. Сіздің арқа сүйер жаныңызда. Ағаң Мұхтар шерім болсын, қорғаның осы елің болсын, әзілдерің керім болсын, қатты байып кеткеннен кейін тегін болсын деп атым ғой. Рахмет, құрметті көрермендер, сіздерге де уақыт бөліп келгендері көп-көп рахмет. Бүгінгі кешімізді осындай әдемі сөздермен аяқтаймыз. Келесі күзде Екезудің 20 жылдығына менің юбилейме келуге жазсын. Рахмет көп-көп. Мұхтар деп шақырамыз ағайын, құрып кетсін қайғы